Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған өте дәмді салаттардың бірі лечоның рецептісімен бөлісеміз. Ең алдымен ет тартқыштан қызанақты өткізіп аламыз. Одан соң сарымсақ пен қызылбұрышты өткізіп аламыз. Табамызға май құямыз, жуаны саламыз, қуырамыз. Одан соң теркадан өткізген сәбіздерімізді салып, қуырып, үстіне болгар бұрыштын саламыз. Болгар бұрышын видеодағыдай осылай жапырақтап тураймыз. Жақсылап араластырып, қуырып алып, бетіне жауып қоямыз. Кішкене көлемі азаяды, пісіп. Енді үстіне укроп және де петрушканы саламыз. Ащы бұрышымызды саламыз, араластырамыз. Содан соң ет тартқыштан өткізген қызанағымызды құямыз. Үстіне тұзын, бұрышын және де бұрыштарын, қара бұрышын салып, одан соң үстіне лавр жапырағын саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, шамамен 25 минуттай қайнатып аламыз. Енді пісерге жақын 10 минут қалғанда үстіне сарымсақ саламыз және де 70% уксусты құямыз. Тағы да 10 минут шамасында қайнатамыз. Сонда барлығы 40 минутта қайнайды салатымыз. Енді буланған, жақсылап қайнап тұрған банкаларымызға салаттарымызды құйып шығамыз. Ыстық күйінде осылай жауып тастаймыз. Төңкеріп қойып, 2-3 күнге жылы жерге орап қоямыз. Осымен салатымыз дайын. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.